Айт, былай өтер шашаң, былай өтер шашаң. Посқа несін айтқа не, үйленесен қашан? Келін қандай ауқатастың? Елі ауқат аспадым. Онда күніменен не істедің? Бір талай жұмыс айтып тастап жатырсыз. Әттегі өзіме де қарай алмай отырппын. Қара, кім саған қарама деді? Қалай қараймын? Өзіңіз көп жұмыс айтып жатырсыз. Балаңсан, басқа қыздармен сөйлеседі содан кейін. Балам білгенін істесін, сен де білгенін істе. Маған мына үй таза тұрса болды. Бір қарасам қырқты жігіт сәлті атады. Бұл қатынға келін емес, құл керек, тоже міне. Не қылып жатырсыз? Телефон көріп отпан, тынышлық па? Сізге бір-екі сұрауым бар. Қандай сұрау, тынышлық па? Неге еркеклер сұлу киінген, ботекс іслеткен қыздарменен жүреді? Оларға расхат қылады. Ал үйленуге келгенде болса, ауыр, басы қызларға үйленіп алып, ата-ананың қызметін қылып отыр дейді. Және енең білен ұрыстың ба? Яғау, неге ұрсаман? Тек сол сұраудың жауабын білгім келіп жатыр. Маған қара, Феруза. Еркек кіші аялдың сұлулығына, өзіне қарағандығына қарап үйленбейді. Беті сұлу болса да, көңілі қарам болса, еркек ондай адамға үйленбейді. Ата-енесіне, өзіне, еріне қарамаса. Түсіндің ба? Неге онда менен жасырып көп қыздармен сөйлесесіз? Мен хамесін білемен. Ой, білейін. Ондай жаман ойларға бара берме. Көшедегі аялдармен өзің салыстырма. Олар одноразовый болады. Мен сені ұнатып, осы үйге келін етіп алып келдім. Ата-енем де сені келін етіп қабыл етті. Так что сен балаларым анасысың, ондай көшедегі аялдарға өзің салыстырма. Түсіндің ба? Болды ма? Көңіл жайына түсті ме? Түсті. Сіз жақсы көрген ауқатты асайын ба? Асайын ба деп емес, асаман деп айтып тұр. Яқшы. Сен жындысың ба? Қасымда қатыным бар, звондай бересің. Өзің босап звондай ма? Не қылсаң жаным?